Алла қаласа сіздердің де шаңырақтарыңызда үлкен қуаныш болайын деп тұр. Енді қыз ұзатудан тәжірибелеріңіз бар. Енді бұл жолы қобалжу бола ма, болмай ма? Ой, Әрине болады. жоқ деп айтым келсе де, бәрібір болатын сияқты, себебі қызымызға арналған әнді орындаймын мен, ортаға шығарам. Сонда қазірдің өзінде, сол репетиция жасап жүргеннің өзінде, бір түрлі болып жүрмін. Енді ең басты сол тойда жасым шығып, сол жерде қызарып, бір еңіреп жылап жүрмесем болар енді. Бақытты болсын, жастарымыз бақытты болсын. Енді сол қазір сондай кезең болып жатыр. Баршамыздың достарымыз сондай, қалай деп айтуға болады. Бәріміздің ұлдарымыз үйленіп, қыздарымыз ұзатылып жатыр, Құдайға шүкір. Сол тойымыз көп болмасын, тойымыз таусылмасын. Бірінші ұзату тойда жылаған ба едіңіздер? Мен жыламауға тырыстым. Сондай, енді өзімді шақ-шақ ұстап тұрсам, Орал деген досым келіп маған айтады ғой, Мирас, бір жасынды шығармайсың ба, құдалар тас жүрек деп ойлап қалмасын дейді. Сөйтіп бір күлдірткені бар. Енді қалай десең де, беру оңай емес екен, алған жақсы екен. Сіздер кімдермен құда болып жатсыздар? Біздер Қызылордамен. О, солай ма? Қызылорданың аржағы Қазалы деген жермен. Тура менің үйіме жақын екен, мен Аралданмын ғой. Солай ма? Құдағи болдық қой екеуміз. Алла қаласа бұйырса. Жанболат, Майра деген өздерімізбен қатарлас, рулас деп айтуға болады. Енді 7 атадан асты ғой, ұрпақтарымыз. Сөйтіп, Құдайға шүкір, сол жақсы адамдармен құда болып жатырмыз. Құдалымыз 1000 жылдық болсын.